Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді, ауызда еритін сүзбелі пирог дайындайтын боламыз. Қамырымызға керекті заттар: қант, қопсытқыш, сары май және де 4 жұмыртқаның сарысы. Қамырымызды дайындау үшін алдымен керегімізше ұнымызды салып, мұздатқыштан шыққан сары майды ұнға аунатып, үккіштен өткізіп аламыз. Қопсытқышымызды қамырымызға салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін бөлек ыдысқа қантымызды және де 4 жұмыртқаның сарысын бірге араластырып, қантымызды ерітіп аламыз. Қантымызды жақсылап ерітіп алғаннан кейін ұнымызға салып араластырып, жақсылап еғанғанша қамырымызды илейміз. Қамырымыз жұмсақ болуы қажет. Одан кейін 15-20 минутқа мұздатқышқа салып қоямыз. Біздің қамырымыз тоңазытқышта тұрғанша біз пирогымыздың салмасын дайындап алатын боламыз. Бізге керегі 500 граммдық сүзбе және де 2 жұмыртқа, 1 кесе қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Шанышқының көмегімен біз сүзбемізді жақсылап езетін боламыз. Келесі кезекте біз пирогымыздың бетіне ақуызымызды дайындап алатын боламыз. Бізге керегі қант және де жұмыртқаның ағын жақсылап араластырып, қантын ерітіп алғаннан кейін миксердің көмегімен алдымен баяу қалыпта араластырып, бірте-бірте жылдамдығын арттыратын боламыз. Ақуызымыз пайда болды. Ендігі кезекте біз табамызға қамырымызды видеодағындай салатын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді біз салмасын салып бастаймыз. Қамырымызды пешімізге салып, 5-10 минуттай пісіріп аламыз. 5-10 минут өткеннен кейін қамырымызды пештен шығарып, ақуызбен пирогымыздың бетін қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Сәндеп болғаннан кейін пешке қайтадан салып, 10-15 минут пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, ауызда еритіндей жұмсақ пирогымыз шықты. Достар, видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.